Merhabalar, nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Бүгін біз сабақта қалай сұрақ қою керектігін үйренетін боламыз. Сұрақтар жалпы қалай жасалады? Соны қарастырамыз. Түрікшеде сұрақтар жалпы мына төрт кітаптың мына соңын қараңыз. Соңында 12-ші беттің соңғы жағында ми, мо, мө деген қосымша жалғаулар арқылы орындалады. Және бұлардың қалай дұрыс орындалуын қазір қарастыратын боламыз. Мында 13-ші бетте, келесі бетте біз айтып едік қой, түрік тілінде 8 дауысты дыбыс бар. Яғни 4-еуі жуан, 4-еуі жіңішке. Жуандарға біз аны, мына жерде аны, оны қарастыруымызға болады. Және жіңішкеге де мына е мен ө, біздегі ө және е, осы төртеуін қарастырамыз. Көбінесе мынау му, ми, мо, мө деген осы сөздің біткен кездегі, буынның біткен кездегі дыбысына қарай орын-орнымен қосылатын болады. Яғни біз қазақшада да білеміз, көп сөздерде буынға бөлу арқылы жуанға жуан жалғаулар, жіңішкеге жіңішке жалғаулар. Яғни аға біз деген жалғауды жалғаймыз. Аға оға у, еге иді, және өге деген дыбысымызды жалғайтын боламыз. Ол қалай? Мұнда мысал беріліп қойған, және қосымша мысалдар келтіреміз. Мысалы, бұ, біз алдыңғы сабақтардан білеміз. Бұ, шу деген нұсқаулық есімдерді, бұ масамы, маса деген жуан буынға бітіп тұрған соң, біз мына жердегі ереже бойынша м деген жалғауды жалғауымыз керек болады. Бұ масамы, бұ аткымы, яғни шарф, аткы деген. Аткы. Негізі өздеріңізге сөздік арнап, белгісіз сөздердің бәрін жазып отыруларыңызға болады. Және сөздікте мен өзім бірінші қазақшасын жазам, сосын аудармасын жазам, түрікшесін немесе ағылшыншасын деген сияқты. Бірінші өз тілімізден өзге тілге аударған дұрысырақ, яғни қолданылған кезде оңай болады, тез тілді тез үйренесіз. Маған солай енді. Алып кеттік. Яғни мына жерде бұл масамы, яғни бізде тағы қандай жуан дыбысқа бітетін сөздерді бірден қолданып өтейік. Яғни бұл масамы, яғни жуанға, ыға. Бізде мына 11-ші бетте біз алдында өткен сөздер араба, например, араба. Бұл, мысалға, бұл арабамы? Бұл арабамы? Бұл машинама? Немесе шу арабамы? Интонацияға қарай ана арабама, яғни ана машинеме, ана көлік пе? Шу арабамы? Мына жерде, например, тағы қандай бөлеміз? Чанта, чанта. Чантада жуанға бітіп тұр. Чантаға да біз м дегенді жалғаймыз. Яғни шу чанта мы? Хайыр. О пошет. Яғни чанта сумка ма деген сияқты. Бұл сумка ма? Яғни сумкаға ұқсамайды, пакетке ұқсап тұр да. Сондай кезде бұл чанта мы? Бұл сумка ма? Немесе бұл тағы нені айтуға болады? Китап болса, бұл китап мы? Мынау кітап па? Әлде дәптермен, например, біз білетін сөздермен қарастырып көрсек. Бұл чанта мы? Бұл китап мы? Hayır, bu defter. Жоқ, немесе yok, bu defter дей салсам да болады. Hayır, bu defter. Немесе bu defter болса қалай болатын еді? Бізде еге, дефтер дегенде тер емен бітіп тұр, бұғын. Оған и, мысалы, ми деген жалғауымыз керек. Яғни, bu defter mi? Астында сөйлем бар екен. Evet, біз түркшеде
Evet, мына жоғарысына жазып қойын, evet, iya деген сөз, hayır деген бұл жоқ деген сөз. Мұнда bu defter mi? Evet. Defter. Hayır дегенмен айтатын болсақ, hayır деген сөзді қолдансаңыз, hayır, hayırға басқа сөздерді де жаттауыңызға мүмкіндік береді. Hayır, kitap. Kitapты, яғни қайталаған боласыз. Bu defter mi? Hayır, kitap. Yani bu öğrenci mi? Evet, öğrenci desen қайталай саласың оңай, ya. Öğrenci. Evet, öğrenci. Жоқ болса, hayır, öğretmen. Жоқ, ол оқытушы, яғни мұғалім. Келесі, о мен оға біз айттық, сонымен мына жерде мына екеуі оға біз уды жалғаймыз, яғни жуандар. Мына екеуі жіңішкелер. Оға доктор, доктор му, яғни оға біткендердің бәрін му дегенді жалғаймыз, я? Бұ доктор му? Бұ доктор му? Мына дәрігер ма деген кезде де қолданасыз. Бұ доктор му? Я? Иә, осы дәрігер. Немесе осы деген кезде, я? Evet, bu doktor. Ya, осы дәрігер. Қалай болады сонда түркшесі? Evet, bu doktor. Немесе мынау врач па деген сияқты да болады да. Сондайға да сұрақты солай қойға болады. Мынау, яғни, мынау врач па әлде медбрат па деген сияқтышы. Сондай кезде де bu doktor mu? Yoksa öğrenci mi? Yani әлі үйреніп жүрген студент па деген сияқты да. Врач па шынымен де деген сияқты. Сондай кезде де қолдансаңыз болады. Bu oğul mu? Bu oğul mu? Это сын? Бұл бала ма? Бұл бала ма? Немесе yok. Hayır. Bu kız. Кішкентай әлдейлерге айтқанда, bu kız. Hayır, bu kız. Oğlana benziyoruz biraz деп айтсақ та. Яғни сондай кезде де қолдануға болады. Немесе шу деген сияқты. Шу оғыл му? Кім ұрды сені? Кім сені үздіні? Кім сені ренжітті? О оғыл му? Өткендегі өткен сабағымыз, я? О оғыл му? О оғыл му? Оғлан деп сөйді. О оғлан му? О оғыл. Оғыл мына жерде. Оғлан болса, аға бітіп кететін еді да, болатын еді. Мына жерде оғыл. Бұл оғыл му? Ана бала ма, я? Ана оғыл ма? Деген кезде, я? Оғыл му? Шу оғыл му? Жаңа ана бала ма деген сияқты, я? Өзіңіз нұсқап көрсеткен кезде. Келесі, бұл сөз мü? Söz, жіңішке өге біз өге ö. Yani söz mü? Bu söz mü? Бұл сөз ба? Түркше киноларда көресіз ғой. Сөз мü деп айтады ғой. Сөз бересің ба, яғни уәде бересің ба деген кезде. Сөз мü? Сол кезде мысалға мü деген тұр. Бұл мына жерде бұл сөз ба? Hayır. Bu örnek. Мысалға қайда кетті ручка? Bu söz mü? Söz mü жалпы? Şu söz mü? Yok, söz değil o. Örnek. Сондай сияқты. Bu müdür mü? Bu müdür mü? Начальник па бұл, я? Bu müdür mü? Hayır, eleman. Жай жұмысшы деген сияқты. Яғни біткен, буынға біткен жерін қараймыз. Жіңішке өге, яғни өге бітіп тұрса, өзіне де, яғни деген, яғни төртеу ғана жалғау бар, я? М, ми, му, мө деген. Төртеу ғана жалғау арқылы сұрақ қою орындалады екен. Алдыңғы мысалға
сабақта да лар-лер арқылы ғана көпше түрлері қолданылса, бізде мысалға көп қой, лар-лерден басқа көп қой бізде. Дар, дер, тар, тер деген сияқты ше. Кітаптар деп айтамыз ғой, китаплар мысалы мыналарды да. Біткен әріптің дауыссыз дыбыстың түріне қарай жалғаулар жоқ. Бізде сол жағынан кішкене көбірек. Мысалы кітап, қатаң дауыссыздарға қатаң дауыссыздар деген сияқты. Кітаптар, негелер деген сияқты. Балалар, например, лар да бар, тар да бар, дар да бар, сондай сияқты. Бұларда тек қана екеу лар-лер. Мына жерде сұрақ қою 4 қана жалғау. Ми, му, мө. Яғни сөздің біткеніне қарай. Мына жерде мысал ретінде алдыңғы жаттығуларды қолданып көрсек те болады. Жоқ, келесі бетке өтейік. Келесі бетте бар жаттығулар. Келесі бетте мін жаттығулар бар. 2-4-тегі жаттығуға қарайық. Мына жерде сұрақ қойып көріңдер дейді. Яғни біз білеміз оға. Біз білеміз қайда кетті? Мына жерде. Оға қандай еді? Му еді. Аға мы еді. Өге мө еді. Және өні мен қазақша жазып қойыппын ғой. Еге ми еді. Енді көрейік. Бұл салон болса, о болса, болады му. Бұл салон му. Бұл араба мы. О болды уже. Бұл йогурт, йогурт му. Йогурт му. Бұл ev mi. Бұл baba mı. Бұл deniz mi. Бұл köpek mi. Төшкаларын қалып кетті. Бұл kuş mu. Яғни у деген сияқты. Kitap mı. Sözlük mü. Öge ö. Öge ö. Tahta mı. 4 mü. Öge ö dedik. Cetvel mi. Cetvel mi bu? Lineyka mı деген сияқты. Bu söz mü? Bu söz mü? Kalem mi? Bu oda mı? Bu gül mü? Öge ö. Çiçek mi? Yege i деген. Arı mı? Köylü mü? Öge ö. Ö. Yıldız mı? Mektup mu? Dolap mı? Sokak mı? Vurgu mu? Televizyon mu? Oğul mu? Terbiye mi? Abla mı? Göz mü? Motor mu? Hoş mu? Dünya mı? Aile mi? Kedi mi? Radyo mu? Kuzu mu? Arkadaş mı? Оңай, өте оңай. Келесі жаттығуды көрейік. Яғни бұл жерде аударуға берген. Бұл кітап па? Бұл дәптер ме? Бұл ит пе? Бұл роза деген яғни гүл ретінде алған, гүл аудармасы. Мама мы? Ана мы? Үй ме? Парта мы? Хат па? Шкаф па? Есік пе? Дос па? Сөздік па? Студент па? Оқушы? Терезе ма? Машина ма? Бөлме ме? Барлығының сөзін алдыңғы сабақтарда бүйтіп сөздігіңізге жазып отырсаңыз, ерінбей, онда бірден айта аласыз. Мысалға айтып көрейік. Есік деген не еді? Мысалға қайталауға капы, Капы мы?
ы-ға ы, оңай. А-мен бітсе де ы-ға ы. Ө-ө, ө-ө деген сияқты. Парта деген не дейді? Парта. Не еді парта деген? Маса ма? Маса мы? Ит деген не еді? Көпек. Көпек ме? Сол сияқты қайталап арасынан осылай жаттығу жасаймын. Келесі жаттығу 2-6. Бұны орысшаға аудар дейді. Осылай сөзді күшті жаттап аласыздар. Бұл гүл ме? Бұл гүл ма? Деген сияқты. Это цветок или это роза деп солай аударасыз. Бұл айлы ме? Бұл сөз мі? Оңай. Бұл да өзіңізге жаттығу болсын.